саяси барометрдің кәдімгі стрелкасы. Көтеріліп ата ма, мына елде өзгеріс пайда болайын деп атырмыз жоқ. Өшіп жатыр ма, өлген халық. Жоқ, демі жоқ. Пациент скорее мертв, чем жив дейді. Сондай ахуал. Оны көріп тұр Ертісбаева, Балаева қорықпай ешқандай сайрап тұр. Себебі біліп тұр, сұрау болмайды. Өлтірді бірнеше жүзін, ешқандай сұрау болған жоқ. Пәтерін алды, өлтірген ұлы үшін, бала үшін, әке үшін болды. Қанағат. Мен қойдым ғой бір орыстың әйелін, журналист сұрап жатыр, не болды ана соғысқа жібергендер? Претензия жоқ. Путин берді ғой дейді, 5 миллион рубль дейді. Довольны дейді друг другом. Сынады. Көлме досқа келет басқа. Бізге келді, 22 жылдың қаңтарында 238 адамды ресми ақпарат бойынша өлтірді, үні жоқ біреуінде. Марапат берді дейді бізге. Көрсеттім ғой, митинг шықты. Бір қағаз берді бізді мақтап. Болды, басқа ешқандай претензия жоқ. Бұл жаңағы халықтың өнегелік, моральдық деңгейі өте төмен.